Айжан деген сен ба? Суретте тұрың вообще басқандай ғой. Ой, ол менің жас кезімдегі фотом ғой. Жас кезім сен сонда қай жылғысың? 5. 2005. 1995. Айтпақшы, сен атың кім еді, ұмытып қалдым. Арман есімім. Арман. Арман. Қанат? Арман деп айтам, Арман. Азамат. Ей, Мақсат, Талғат, Серік, Сәбетхан, ей, Арман. Мен фотоға түсірші қане. Статусқа сақ қоям. Бірақ сен мені кәрі деп ойлама, мен әлі жаспын. Бәрі дұрыс па? Жедел шақырайын ба? Ой, түсті ба? Түсті. Негізі бар ғой, бір романтичный жерге бару керек еді. Жүр, мен сені бір күшті романтичный жерге апарам. Романтичный жер деген осы ма? Ой, екеуміз қазір полный чекап өтеміз, жүр. Қазір бізде Нұрлапта акция омыртқаның МРТ-сі 15 000 теңгеден басталады және невропатологтың кеңесі. Саған қандай қыздар ұнайды? Маған мамам сияқты заботливая қыздар ұнайды. Мамаң сияқты? Иә. Мама десең, мама сияқты болам. Оу, не істеп кеттің сен? Қане аузында аша қой самолетик. Опа, итжан, аузың кенесің. Сен негізі мен дұрыс түсінбей қалдың. Ой, балам, дала суып кетті ғой. Мынаны тауып ал. Не істеп алсың? Дала 30 градус ыстық қой. Әне айттым, ауырып қалдың. Айтып ауырмапсың. Жүр балам, мен сені күшті жерге апарам. Баламыз звондап жатыр. Ой, алма тағы немереміз қаратып қой. Өші блокқа тығып тастап вообще. Неге алмай жатыр? Домофоннан звондап жатыр. Мама, папа, Айленге қарап бересіздер ма? Алма, үйде жоқ деп ойлап қалсын. Үйде жоқ па? Мама, папа. Үйде ешкім жоқ па? Менде кілт бар, давай өзім ашайын. Қайда кетіп қалған? Свет жанып тұр ғой, бірақ. Мама, папа, қайдасыздар? Қайдасыздар? Мама? Папа? Апа. Ой, Айленю, қалайсың? Ата. Қалайсыңдар? Мама, папа, не аптығылып жүрсіздер бізден? Бүгін Айленға қарай тұра аласыздар ма? Біз тойға бар келсек. Тағы ма? Күнде бала қарап кеттік қой өзі. Бізді тегін няня қылып алдыдар ма? Не істедің? Айта беріңім. Маған анау Бритва. иә. Сосын жаңа Дезодорант жаным. оны қақтан біліп қойған, сіз көріп келе екенсіз ғой. Көріп келдік дейміз сол? Көрініп тұр ғой. Ыржиып тұрған. Міне көкем, жаңа жеңшем айтқан макролымдарына обалан ұрысып жатсыз оған. Жеті атасын білмейді, жетесіз. Ой, жеті атасын білмейтін болса міне қарыз дәптер берем ғой. Жеті атасы полный жазылған ғой. Шежіремен бірге. Жаттайсың ба? Уже міне 9 атаң бар сенің. Жыртып берейін мен. Ей, ана бала. Тимесек жазылайын мен сені. Дұрыс вообще, міне вот тәрбие тал бесіктен дейді. Баланы жазалап тұру керек анда-санда. Сен манго бересіңіз. Өлә вообще. Сізді де біреу жазалау керек ау. Ассалаумалейкум. Уағалейкум ассалам. Бола берем. Бір мұқтаж адам қарызын өсіп кетсе. Міне. Осындайларға бір риза боламын да мен. Кім деген? Мына жерде Нұрлы деген кісінің қарызы бар. 150 000 теңге. Өшіріпсіз? Өзіне звондап айта саласыз ба? Болды, міне. Қазір өшіремін. Нұрлы қарызың өшті сенің. Еріккен айуан. Ойнама үйді. Ал, ойбай, әпше помидорды қолыңызға ұстап алған емес. Пакетке сап берем ғой, әкеңіз бер. Ойбай, әпше жаңылдым. Айып етпеңізші. Пакет жоқ екен ғой бізде. Не қылды бетке? Ана Серік братан ғой. Ұрды ма? Иә. Жайшы? Өзім ренжітіп алғам ғой. Сол есіне түсіп ұрып арып берді. Міне братан алып келді. Болды, мен осы жақтамын. Өз хабардамыз. Ой, енді Серік не қыласың енді? Ағам ғой мен. Ол кісінің қанша ұрса да көтерем мен. Үндемей. Кім ол мен ұрам? Айтшы баш, мені әкем ұрмаған. О, мен ұрыс. Дұрыс болады. Несі дұрыс ол? Братан, міне. Маңы дұрыс. Сен қиясың. Братан, болды. Қойсай, брат, болды. Братан, қой. Қазір Серікке барамыз. Серікті тауып аламыз. Барамыз, братан. Бір шашасын алдырамыз. Русланым. Дұрыс, братан, дұрыс. Бетті. Шынызай, ағаңның бірде бар. Рәшкеп, анау шыдамнан қайнаған шай әкпізіңдеші. Жаңа ғана бір самауырын апарды ғой. Оны төгіп алдым апаңның үстіне. Шай жоқ па енді? Апаң да жоқ. Той жиындарда жүретін қайнаш братан. Мына мен шу шашып есік алдына мына сыпыра берсінші, мен бір өзім қақылы көре берем. Тойханада өтеді ғой. Ой, Иә. шыләңгім тойханаға тартып кетті. Болды атака, мына қағам соған
қолың жуып аласыз ғой. Жандарың ашысындай маған су құйсаңдаршы, менің қызықшылығым емес құру. Үйде раковина бар ғой. Қой. Құманмен су тасып лоқ болып жүрмін ғой, мен өкпе болып. Ана іштегілерге ет жетіп па? Мына Ғабиттің достары келіп, мына ет салып жөнді. Болды, мен қазір ет салып беремін. Қаладан келген достары. Қаладағыны ойбай толтырып салайын онда. Қанша келіпті олар? Біреу. Ет жоқ деші, қамырдың өзін бере бердім. Тамақ жеп алдыңдар ма? Жедік. Қолаңа астана қартып алып шибаңды жай ма? Болды. Нең балаларым сендірмей жүрген шығар, Жоқ. Қой, әйелі. Жеңше, тамақтарды кіргізе берейік па? Ана әйелдер жаққа 6 табақ. Әйелдер жаққа 6 табақ дайындаңыз. Ана кемпірлерге 7 табақ. Кемпірлерге 7 табақ. Ана жаңадан келген қыздарға 3 табақ кіргізіңдер. Қыздарға 3 табақ. Қатындардың бәрі жиналып не істеп отыр өзі үйде? Біз тасып отырдық тамақтың бәрін біз істедік. Қайныма өзінен артық жоқ қой енді. Палау жейтін шығарсыңдар екіншісіне. Жаным, істесең жейміз. Шек қарын тазалай беремін мен. Ақылдым ай. Мал қайда? В общем, братан, бір ойым бар. Не ойын ол? Мына столдың үстінде бургер тұрады. Сульфа жасаймыз, ұлтқан адам анау гараж жаққа барып жүгіріп келу керек. Бір шиша болмаса ойнай алмаймын ол. Бір шиша қалай болады екен? Толтырмай. Алғаш емеспіз ғой бізде. Сульфа. Братан, ана жаққа жүгіріп қайтасың ғой, ұтылдың ғой. Сулифа. Абыз. Бізде бір әшке. Питун бастары отыр біз. Полный питун бас. Жағасың ба өнім маған, не жақпайсың? Жақам ғой. Не дейміз енді? Ағаларымыз аман болсын. Бар болыңыздар. Міне. Өйстіп арамызда күліп ойнап жүре беріңіздер. Сулифа. Мен екен ғой. 77, 78, молодец. Осы пайдалы жаңа ойыннан көр. Вот. Давай. Бітті мұны. Сульф ойнаймыз да? Қоя өш, братан, өзім магазинге жүгіріп барып келе беремін бәс. Вот. Бегом. Қош, братан, давай. Ойын жақсы екен. Сен бала, ата-аналар жиналысынан келатырмын мен қазір. Сабақ орындамайды дейді ғой сені. Күнделік толған 2 дейді ғой. Қазір ана кітабыңды алда сабағыңды оқи, далаға шықпайсың. Апайларына сөз қайтарады дейді. Қақтан шыққан бересіңдер сендер. Көзіңді ақтпай, айбондар. Ата-аналар жиналысынан келатырмын. Балаң сабақ оқымайды дейді. Апайға сөз қайтарады дейді, ерексет дейді. Сөйтіп, апайың сотатып жібердім болды. Сабаққа бармайсың, жарай ма? Өй, жаным менің. Қысы болды ғонда, рахмет папа. Рахмет. Деп айтады деп ойлап қалдым ба? Айбон ау, бергеші сен, Ойбай. Тым шықпады. Қазір. Загрузка өтеді, сөйтіп қуады да. Сөйтіп тұрып, эррорлап қалды ма уже? Смело. Охранник родной. Қайда запчас ұрлайын деп жүрсіңдер ма? Жоқ, Ерко жіберген. Ерко. Алло, Ерко, қанша бала? 3 бала. 3 бала келіп тұр ғой. Кірмесін дейді. Неге? Бәріміз бірге кіреміз дейді. Тауға ма? Аха. Абайлап жүріңдер, қорқыныш жақан. Міне тамыр табиғат деген мына жақ дейтін мәләхи бар. Муаллик инни махаббак алхабба шайвалли болып тұрған. Знакты көріп тұрсың ба? 20 деген 20 теңге тастап кетті ма? Қой, 20. Маған төлемесең, жоғары жақта 60, 100, 180 деген знактар бар, соның бәрін төлеу керек болады. Маған төлейсің, мен звондап айтып қоямын, смело тауға ма? Тауда жүре берсін смело бауырым. Каспий бар ма? Каспий аресте бауырым, наличка өш, наличка. Бауырым, тоқта! Оқуға түспей қалдың ба не? Уайымлама. Не, қасындағы охранник балада, бұрын жегені, давай сосын звондайын.
звондаймын сосын деп алайын. Не істеп жатсыңдар мына жерде? Сол братан пикник жасап отырық. Болмайды мына жерде пикник жасауға, мусор қыласыңдар мына жерде. Братан келсек те 10 мың теңгені берейін. 10 мың теңге керек емес, бумага бар ма? Бумага бар ғой. Жоғары жақта боламын. Болды, братан кешке ары отырасың ғой, Болды, әдемі. Осы шілденің ортасы ма, 15-і ма бір Алакөлге апарып қайтайық. Апарам мен сендерді өзім, уайымдамаңдар. Түсіндіңдер ма? Отпускіге шығайын, барамыз Алакөлге. Я, папа. Мама бір жел соғып жатыр ма, я? Құрсын, жылда соғатын жел ғой бұл, құрсын. Воздух қой бұл, воздух. Воздух кеп жатыр ма бір жерден? Сосын бір киініп қайтайық, бір киімдерің жоқ екен ғой. Қатын мен саған бір киім алып берейін бір. Сен бала бір бұтыңа шалбар ма, үстіңе футболка алып берейін, я? Қасқа мына тесік терезелерді жабыңдаршы, өтініші. Жел соғып кетті ғой, құрсын, жапсаңдаршы, құрсын. Мә, папа, тағы да ич, папа. Шашым су ет кеуіп қалатын болдық, айта берші, папа. Сосын шешең тісі мына машинаны сату керек на. Орнына хов алу керек на. Шешесі КамАЗбен рейске шығып кету керек. Күніне шешең тісі 150 мың аламын ғой. Бір күн 150, 30 күнде сонда 1,5 миллион алып тұрмын ба не? Мына үйді шешең тісін сатып, қаладан бір 2 квартира алып тастап, біреуіне өзіміз тұрсақ, біреуіне арендаға беріп тастап, 300 миллион болып тұр да. Ма, папа, жай сөйле, папа, жай сөйле. Папа, ана КамАЗ хова жай айт құрсын. Жел соғып кетті ғой құрсын. Ма. Қаншық, бүгін үйге қонақтар келеді, түсіндің ба? Қонақтар келеді? Ой, мама, мен кетіп баратырмын, қолым бос емес, сабақ оқуым керек қыздармен. Қаяқтың сабақ құрсын, каникул емес па? Оттама ана қонақтар келеді, құдағилар келеді. Білесің ба, еще қанша адам келеді? Қанша адам келеді, мама? 3-4 келсінші, я? 3-4 тока о жерінің каждыйның баласы болады, 3-4. 28 адам келеді үйге. 28! Мен точно жындыханаға психбольницаға түсем ғой, мама. Қаншық, давай дайындал. Өзің жұмысыңды білесің ғой. Қазір қонақтар келеді, кетеді. Өз жұмысың істе. Мама, бүгін ғана маникюр жасаттым ғой, мам. Мен кінәлім ба, ол маникюр ғой? Айттым ғой мен саған, қонақтар келіп қалады аяқ астынан. Маникюрді қонақтан кейін жасат дедім. Бар, орныңа тұра бер. Қонақ деп бәле болдыңдар. Ана қонақ, мына жақтан қонақ. Мама, мен дайынмын. Молодец, қызым, мына 3 тарелканы жуа сал. Қазір бастап 3 тарелка. Қазір қазан алып келем, яма күте тұр. Бәле болды, осы өрді қонақтар. Біт адасу, өлеміз ба біз? Өлеміз ба? Мә, қызым, мына қазаның астын қыршы, ана күйіктерін кетіріп, әдеміліп жу. Фериді аз қосқысын. 255 қасық, 200 кесе, 300 тарелка, 4 қазан, 6 мантаварка, 100 салатный ыдыс жуып таста бол. Болдым. Последний ыдыс. Құрсын, не болды? Жуғаның 4 ақ ыдыс емес пе? Өліп қойын деді қысқа. Жүр, еще біткен жоқ, дастархан үстін жинау керек, пол жуу керек.